Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Қазір біз Шопан ата қорымның қасында тұрмыз. Шопан ата қой түлігі мен шопанның пірі. Зерттеушілердің пікірінше шамамен 13-14 ғасырларда өмір сүрген. Мынау 1495 жылғы қойтасы екен. Қойда 1492 жылғы мынау жер асты мешіт екен. Қожа Ахмет Ясауи тариқатының басшыларының бірі болған. Жалпы ислам дүниесінде әрбір кәсіптің киелілігін, абыройлылығын әйгілеп, ол кәсіптердің бастауында тұрған рухани ұстаз, қасиетті пірге құрмет көрсету дәстүрі бар. Сондай-ақ дәстүрлі қазақ мұсылмандығында да қазақтың ата кәсібі малшылыққа байланысты бір тұтылатын қасиетті есімдер бар. Солардың бірі Шопан ата.